Кешір достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін міне жаттығу залына келгем, фитнес залға. Енді мен әлеуметтік желілеріме салып жүремін, осы бейнелерімді басқа адамдарға да пайдалы болсын деп. Сонда енді кейбір адамдар жазып жатыр, жекеме жазып жатыр, қалай келуге болады, енді қалай жасауға болады деген секілді. Әрине қазір бізде көбіне адамдарда уақыт жоқ, бәрі жұмыста, сапарда, енді залға келе алмайды көпшілігі деп ойлаймын. Келейін десе де. Енді мен өзім жалпы осы жаттығуларды, қарапайым жаттығуды үйден жасап бастағам. Үлкен залдарға келу міндетті емес деп ойлаймын. Өйткені үйден жасап үйренсеңіздер, залға келуге болады. Ең бірінші бізге бұл жерде керек нәрсе әдет қалыптастыру, тәртіп. Содан кейін бәрі өз қалпына келеді ғой ақырын-ақырындап. Енді егер де мен көрсетіп жіберіңізші, жасайықшы, үйренейікші деген бұл адамдар болатын болса, маған жазыңыздар жекеге. Мен 2 күндік бір шағын курс жасайын тегін сіздерге. Тәртіпке келсек, содан кейін бәрі болады. Алдағы уақытта соны осы залдарға келесіздер. Бірінші кезекте үйден бастайық, сонда бәрі жақсы болады. Жақсы достар, сол сіздермен көпшілік жазып жатқаннан кейін осы бөлісейін деп ақпаратпен. Енді міне залға келем десеңіз, залда бар. Бірақ бірінші үйден бастаған дұрыс деп ойлаймын, өзім жеке ойым. Өзім үйден бастаған мен. Сондықтан достар, баршаңызға сәттілік. Дене шынықтыру денсаулықтың кепілі. Өздеріңізді әлде кеш емес қолдарыңызға алыңыздар. Көп адам жаңағы артық салмақ бар дейді. Бұлшық еттер босап кеткен. Сол барлығы жақсы болады. Жақсы.